Сәлем достар! Бүгін сіздерге лавр жапырағының пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар. Егер балаңыздың ұйқысы мазасыз немесе тым сезімтал болмашыға ояна беретін болса, онда бірнеше лавр жапырағын жастықтың келесі бетіне жапсырып, бекітіп қойыңыз. Мұндай процедурадан кейін баланың ұйқысы тыныш және мықты болады. Сондай-ақ лавр жапырағы төсек жабдық үшін жақсы хош иістендіргіш бола алады. Лавр жапырағы теріден, жүннен жасалған киімдерді күйе көбелектен жақсы қорғайды. Ол үшін жапырақтың 2-3 данасын киімнің қалтасына немесе киім тұрған шкафқа қойсаңыз жеткілікті. Егер шыбыннан қорғанғыңыз келсе, онда бірнеше лавр жапырағына ыстық су құйып, жарты сағат тұндырып қойыңыз. Осы тұнбамен терезе, есік жақтауларын сүртетін болсаңыз, үйге шыбын аз кіретін болады. Жарма ішіне зиянкес түспес үшін бірнеше лавр жапырағын салып қойыңыз. Лавр жапырағы аяқтың тершеңдігін басады. Ол үшін 30 шақты лавр жапырағына қайнаған су құйып, 3 сағат тұндырып қоямыз. Кейін тазикке құйып, аяқты салу қажет. 10 минуттан кейін жатып демала беруге болады. Ұйқыға жатар алдында жасаңыз. Лавр жапырағы бөлме гүлдерінің өсуіне, гүлдеуіне жақсы көмектеседі. Ол үшін 4 лавр жапырағының үстіне 1 литр ыстық су құйып, бетін жауып, 3-4 сағатқа қалдырамыз. Осы тұнбамен өсімдіктерді суарып, жапырақтарын сүрту керек. Тек тұнбаны айына 1 рет қана пайдаланған дұрыс. Лавр жапырақтарын кофе ұнтақтағышта ұнтақтап, топыраққа араластыратын болса, онда ол өсімдікті көптеген аурудан сақтайды. Сонымен бірге жас көшетті үнемі қажетті элементтермен толықтырып отырады. 1 литр топыраққа 1-2 шай қасық лавр ұнтағын салу керек. Кейде ауызды қанша шайып тазаласан да, жағымсыз иістің кетпей қалатыны бар. Лавр жапырағымен мәселе оп-оңай шешіліп, дем тап-таза болады. Сонымен бірге ол қызыл иек қабынуын, стоматитті басуға көмектеседі. Ол үшін жапырақты күніне 2-3 мәрте шайнап, артынан 1 сағат бойы ештеңе жеп ішпеу керек, тіпті суда. Лавр жапырағымен ауру адам жатқан бөлмені залалсыздандыруға болады. Ол үшін бірнеше жапырақты ыдысқа салып, үстінен қайнап тұрған су құю керек. 20 минут тұрған соң үлкенірек ыдысқа ауыстырып құйыңыз. Ауа жаймен тазара бастайды. Сондай-ақ лавр жапырағын адыраспан секілді түтетіп шығуға да болады. Бұл бөлмедегі жағымсыз иісті бірден жояды. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.